Доход бізде примерно күндік бір 60-70 мыңдай. 60-70 ішінде бір күнде. Может, ұрланған товар шығар, білмейсің да оны сондай. Құпия негізі. Айту керек па? 2,5 миллиондай жетеді. Бизнес бастауға қорықпау керек қой. Тартып алады деген сияқты. Барлығымыз күніміз дәретханадан бастаймыз. Және сол жерге күні бойы бірнеше рет барып тұрамыз. Сол кезде ойландық па, бұның бәрі қайдан пайда болды? Ваннаны кім ойлап тапқан? Ең танымал сантехник кім? Және сантехника бизнесі қанша пайда әкеледі? Бұл іске және оның жүргізушісі мен Ізбасар Дәулет. Ассалаумағалейкум. Жалпы сантехника көне заманнан келе жатқан сала десе болады. Мысалы, ең алғашқы душты біздің заманымызға дейін 300 жылдары грек халқы ойлап тапқан. Грек спортсмендері душты сергу мақсатында пайдаланады. Ал ваннаға келетін болсақ, ванна бізде 5-6 ғасырда пайда болған. Және де қазіргі біз пайдаланып жүрген ваннадан айырмашылығы қатты емес. Бірақ бір қызығы, оны басқа мақсатта пайдаланған. Тазалану емес, демалыс орны ретінде. Қазіргі массаж, я болмаса PlayStation секілді адамдар ваннаға демалу үшін баратын. Жапондықтардың мына традициясы мені қатты таңғалдырды. Олар ваннаға түсер кезде бірінші әкесі бастап түседі. Одан кейін анасы, сөйтіп жалғаса береді. Бірақ ең қызығы мынау, олар ваннаға түсер алдында міндетті түрде душқа түсу керек. Себебі ваннадағы су таза қалу керек. Ал дәретханаға келетін болсақ, бір қызықты фактпен бастайын. Зерттеулер бойынша орташа есеппен адам өз өмірінің 3 жылын унитазда түзеткен. Ең алғашқы унитазды Англия мемлекетінде Томас Креппер есімді слесарь ойлап тапқан. Өз атауын осы затты өндірумен айналысқан испандық компания унитаздың құрметіне қойылған. Жалпы унитаз деген сөз бірігу деген мағынаны білдіреді. Неге бірігу? Бастапқыда барлығы бөлек болатын. Горшогы, суы, бачогы. Ол кісі осының барлығын біріктірді. Сендерге менен бір кеңес болсын. Егер де үйлеріңізде унитаздан бір тамшылап тұрған суды көретін болсаңыздар, оны жауып тастаңыз немесе жөндеңіз. Себебі судың шығынын 40%-ға көбейтіп жіберуі мүмкін. Әлемдегі ең танымал сантехник кім десеңіз, барлығымыз білетін Супер Марио. Ол тарихтағы ең танымал ойын персонажы. Жалпы сантехника демекші, осы шығарылымда біз сантехника бизнесін зерттейтін боламыз. Және осы сұхбаттағы информация сізге пайдасы тиеді деген ойдамыз. Біз қазір қай жердеміз? Біз Алматы облысы Есік қаласындамыз. Ахниет сауда үйі, дом быты, бұл жерде тұрмыстық үй, асты техника, үсті мебель және менің кішігірім сантехникам. Сантехника магазины. Сантехника магазины, сантехника салоны. Былайша айтқанда. Сендерге келетін клиенттердің основной кім? Бізге келетін основной клиенттер бұл ремонт жасалып, ремонт бастаған, ремонты біткен клиенттер. Және де жаңағыдай ремонт жасаймау, қалай болады ау деп армандап жүрген адамдарда. Сосын әйел адамдар, в основном 35-50 жастағы әйел адамдар в основном көп келеді. Олар жаңағы таңдайтын да солар, сол кісілер жаңағы и жалпы сантехниканың ішіндегі ремонттармен айналып жүретін сол кісілер болған. Сол потенциальный клиенттер көп. И юридический клиенттер болады. Олар бірақ основной клиент емес, олар айына бір-екеуі шығып тұрады. Бірақ олар уже по крупному алады, үлкен масштабтарда. Олар там алса 5 унитаз, 10 унитаз. Бұл бизнеста қазіргі уақытта конкуренция қалай? Конкуренттерің көп па? Дәл мен бизнесімде Есік қаласында мен білуімше бір 2 салон бар. Сантехникалық 2 или 3 максимум. Ол біреумен және біреу жоғары жақта центрда. Конкурентность жақсы, мынандай. В основном базарда бізде, көбінесе базардан алады. Региондарда в основном базарда, бірақ менде именно бұл жерде уют. Қыста жылы, жазда салқын, кондер қосылған. Условия жасалған. Жалпы доставкасы бесплатно, өзіміз апарып береміз. Барлық жаңағы сантехниктар номер бар, санитет береді, в общем, сондай. Базармен бағаның жағынан қалай? Баға бірдей. Бірдей ма? Базардан, кейбір товарларда бізде қосамыз, себебі оны аренда төлеу керек, арендадан бөлек светі бар, Каспий бар дегенде. Бәрден процент қосамыз. Клиентке ыңғайлы баға. Ол клиент деген 2-3 мың теңге қымбат болып тұрған жағдайдың өзінде, ол жаққа барып
жүрген клиентке ыңғайсыз тудыртады да. Бізден алып бесплатный доставкасымен осы жерден комплектовать етіп кетіп қалған. Полный дайын болып кеткен дұрыс. Дайын болып кеткен дұрыс. Түсінікті. Осындай бір магазин ашу үшін, шағын магазин ашу үшін минимум қанша теңге керек? Қаншамен бастаса болады? Жалпы нормально болып бастағанға бір 2,5 миллиондай жетеді. 2,5 миллион, 2,5 миллион жақсы болады. Яғни ол бизнес бастаған кезде керек товарлар болады. Мысалы, қай товарлардан бастап, мысалы, маған өзіме жалпы мебельмен жаңағыдай душтан бастаған ыңғайлы болды да. Мебельді көбірек алдым. Мебельге көп акцент қойдым. Мебель таңдағаным, себебі мебельде маржа көп. Мебель сатқаннан көп пайда көресің, и тезірек оборотқа кіріп кетесің да. Кейіннен байытап, уже бәрін көбейте бересің ақырын. Поставщиктар қаяқтан табуға болады оған? Поставщиктар көп, ізденген адамға табылады. Давай адам бастайық. Қайдан келді именно осы сантехника магазинімен айналсам деген осы идея қайдан келді? Жалпы сантехникамен айналсам дегенде ол 2020-да жаңағы карантин бітіп жатқан кезде, в смысле карантиннің кезінде келді. Бізде исықта дом быта ғой, мебель сатады, астып бытовой техника болғаннан кейін үстінде сантехника болмады. И сантехника маған более жақын не болып көрінді, сондай ашқанға. Сол орынды жабатындай болып, өзім покрывать ететін жер болды ғой. И сантехника одан көп бас қатырмайтын товарлар да. Срок өтпейді, всегда в тренде. Мысалға, осы жылғы мебель келесі жылда сатыла береді. Ондай модадан қалып қалу деген зат жоқ. Келетін жерге келе береді, ақырын істей бересің. Вот сол жағынан ұнады, өте таза жұмыс еще, берекелі жұмыс. Оны жалғыз адам бастай ала ма? Бұны жалғыз бастаған дұрыс. Негізі ма? Бірікпей, жалпы бизнесі екі адам болып бастаған, менің ойымша қате. Партнерсыз, жалғыз бастап, өзіңе сұрақтарына жауап беріп, учетін жасап, әдемі бизнес. Жалғыз жасау керек. Қандай документтер керек именно осы бизнесте? Енді для начала ИП ашасың, упрощенный ИП. ИП деген обязательно болу керек. Жаңағыдай налог жағынан. Документ жағынан бәрі таза болу керек. Таза болу керек қой. Еще жалпы товарды алатын кезде любой жерден ала бермеу керек. Может ұрланған товар шығар, білмейсің да оның сондай. Сертифицированный товарлар болған вообще жалпы тема болады. Потому что жақсы компаниялардан аласың ғой. Сендерден любой кезде чек алып, полностью официалка жұмысыға болады. Бізде исықта көп организациялар бар. Больница, мектеп деген сияқтылардың бәрі. В целом организациялар, юрлицаларды да обслуживать ете береміз. Потому что ол жақта чисто по документам жүреді. Ол бәрін істейміз. Сондай жағынан пысықтау болу керек. Осы бизнесте средний чек қандай бір күндік и доход қанша? Средний чек бір клиент мысалы мебель алатын болса, біз мебельді құр өзін сатпай, қасына смесительні сатамыз, мысалы комплектовать етеміз. Сифонын, шлангысын, полный комплект бір адам бідіріп жібереміз. Соның өзіне мысалға 80-дік мебель алатын болса, бір 140 мың, 140-150-ге шығарамыз. Кейбір жағдайдар. Бір клиенттен. Среднем алса, ол 100 мыңға шығарады. Доход бізде примерно күндік бір 60-70 мыңдай. 60-70 мыңдай бір күнде. Түсінікті. Сендердің товарларының установкасымен кім айналысады? Сендер арнайы сантехниктарың бар ма? Біз арнайы сантехник болғанда мен өзім сантехник содержать етпеймін. Маған бұл невыгодно. В основном бізде жаңа сантехниктардың базасы бар. Мен өзім тетрадьқа жазып алғам. Сол кісілерге тапсырамын. Сол кісілерге клиенттер сұраса, точнее клиенттерге сол кісілердің номерін беремін да, екеуін байланыстырамын ғой. Там Боря деген, Борис деген кісі демекші, сол сияқты мықты сантехниктардың бірі. Сол кісі жасайды. Клиент сұраса, номерін беремін. Ағарай олар өздері қосады. 2 жыл болды, елімізде үлкен қатты карантин болып отыр. Сол осы бизнесқа карантиннің әсері қандай? Жалпы мен бизнесті 1 жыл бұрын бастадым, карантин кезінде. Прям карантин, қатты карантин кезінде? Қатты карантин кезінде.
маған как бы әсер тиген жоқ, маған наоборот пользасы келді. Плюс осындай бизнестің қасында тағы да интернет-магазин ашу деген сияқты ойлар. Онлайн жұмыс істедік қой, біз онлайн саттық. Вот онлайнмен жақсы табасың. Карантин маған зияны тиді деп айтпаймын. Осындай бизнес ашу үшін минимально 2,5 миллион теңге керек деп айттың, иә? Менде 2,5 миллион теңге бар дейік. Мен неден бастаймын? Ходовой товарлар қайсысы? Первый закуп неден басталу керек? Бұл жерде ходовой товар деген, ол маған жалпы мен бастаған кезде маған мебель жылы көрінді, жақын көрінді. Мебель дегенде осы сантехнический мебель. Сантехнический мебель ғой. То есть ваннада тұратын мебель. Ваннада тұратын мебель. Айнасы, раковинасы и тумбасы. Былайша қарасаң бір комплект, бағасы да тиімді, пайдасы да жақсы и өте андай басыңды қатыратын зат емес та. Негізі өзі дайын болып келеді. Өзі дайын болып келеді, қоясың, сатасың әдемі. Вот мен осыдан көбірек алдым, көп болды. Жалпы бастапқы осы мебель болған дұрыс, душ и унитаз обязательно ғой. Унитазсыз бұл енді сатамайсың да. Бұл унитаздан көп маржа қалмайды да. Бір асып кетсе 2-3 мың теңге шығар. Но туалетсіз болмайды. Иә, бірақ унитазды сен құр өзін сатпай, ішінен сифонын қосасың, гофрасын қосасың, жаңағы шлангын қосасың, қасына келістіріп. Комплектовать еткен кезде уже маржа жақсырақ болады. Жақсы маржа шығады, иә. Бір унитаздың өзінен нормально. Мынау мебельдің өзінен доход жақсы ма? Күшті, иә, жақсы. Бұл бизнес қанша уақытта өзін ақтайды и қай кезден бастап доходы келе бастайды примерно? Бағанағы сенің случайында қалай вообще? 2,5 миллионды жалпы жақсы раскладта 6 айда шығарып аласың. Жарты жылда. Егер жақсы жұмыс істеп, пысықтанып ізденсең, одан да тез келеді шығар. Тез оборотқа шығып аласың. Сен опытында қалай болды ол? Мен опытында бұл бизнес басталды, жақсы келе жатты да, бірақ именно сол момент маған тағы да бір идея келді, басқа бизнес жақтан шығар, приложениялар келді. Мен соған бойлы фокустың бәрін соған жібердім да, бұл бизнес кішкене тұрып қалды, бір 4 айдай, 3 айдай тұрып қалды. И сонымен фокустың бәрі басқа бизнесқа кетіп қалғаннан кейін, бұл жерде кішкене неде жүрмей қалды. Қазір ол доходта ғой? Қазір доходта, қазір жақсы. Қазір, потому что ана айтқан бизнесімді жауып тастадым да, тек қана осымен айналысып. Сен тұрсың енді бір минималка бастауға 2,5 миллион керек дейсің, иә? По минимум бастағанға. Егер де мысалы сенде 7,5 миллион ақша бар дейік, сен осының орнына 3 осындай сантехнический магазин ашасың ба, или қандай бизнесқа ақшаны қотасың? 7,5 миллион ақшамды мен осы бизнесқа қазір істеп жатқан бизнесіме салатын едім. Қорықпай салуға отасың. Иә, қорықпай салуға. Ол ақшаны мен осы бизнестен таптым ғой. Осы бизнестен тапқаннан кейін өзіне қайттан жұмсаған жақсы да, тиімді болады, чем басқа жақтан. Новый нишаға қарағанша. Иә, ол жақтан ұтылып қалғанша. Бұл бизнесте сезон бар ма? Қай сезонда бұл бизнес жақсы жүре бастайды? Сезон бұл бизнесте бар, яғни наурыз айынан қаңтар айының басына дейін, қаңтар айының ортасына дейін сезон десек болады, потому что сол моменттерде жұмыс істей берсең, жақсы жұмыс істесең, жүре береді. Жүре береді. Почти енді 2 ай ғой жанында? Иә. 2 ай. Получается бір 10 ай точно жұмыс істейсің ғой, 2 ай саған демалыс істесек болады ол кезде. Ол енді бизнеста негізі мертвый сезон, ол январь-февраль. Январь-февраль ғой. Иә, ол барлық бизнес. Барлық бизнеста, мне кажется. Қытай демалады, анасы демалады. В общем, ол кезде адамдарда да өз спад кетеді. Бірақ жылына 10 ай жұмыс істей беруге болады. Істейін деген адамға бұл бизнес жүреді. Иә, жүре береді. Бірақ ең пик мынандай күшті бір сезон болады, ол июль соңынан август, сентябрь, октябрь, осы 3-4 ай қызу болады. Ремонт жүрген кезде. Ремонт бітетін бар, басталып алып қоятындар бар. Короче, ремонттың кезіне өте күшті жүреді. Вообще тема бизнес қой. Сендер франшизаларын сатасыңдар ма? Франшиза дейтінде әлі өйтіп не алған жоқпыз, бірақ будущем бар. Цель бар. Цель бар, иә. Болғатса, жақсы раскрутка болғатса, жасауға болады. Қазір егер осы видеодан көріп, болмаса бір адам сендердің тауарларымен айналысып келеді, болмаса бір сендердің заттарын сатқылары келсе, сен онымен
байланысқа ашықсыңдар ма, серіктес болуға дайынсыңдар ма? Иә, әрине. Любой адам хабарласса көмектесе аламыз. Біз онда номерін қалдырып кетсек, сенен совет сұраса? Болды, обязательно ғой. Өте ондай бір қиын бизнес емес, жалпы бір негізі шағын адам ешқандай бір мамандықсыз былай өзің ашып істей беретін бизнес қой. Бұл жақта айта кететін не ғой, керек зат ол более ұқыптылық, жаңағындай ақшаға деген грамотность болып, финграмотность и бір учеттан, бухгалтерия жағынан базовый білім болса, істей бересің. Осы бизнес жүру үшін бір топ 3 сұрақ болса, соған жауап болса, міне, осы бизнес жүреді деген. Именно осы бизнесқа деген емес, жалпы өмірде адам өзіне қоятын 3 сұрақ болу керек. Ол кто я, где я и куда мой фокус. Жалпы адам деген өзін кім екенін білу керек, қай жерде жүргенін түсініп білу керек и фокусы қай жаққа екенін білу керек та. Сол кезде бәрі идеально болады. Өзін тапты, қайда екенін білді, фокусын бизнесқа қойды ма, бітті, жүреді бизнес. На 100% ұшады ғой, короче. Сен осы өзің фокусын таптың деп ойлайсың ба? Иә, өзім фокусын таптым. Бұл жақта маған фокус қалай? Елді қуанту, елді қуантамын. Именно бұл сантехникада ғана фокус емес та, менде жалпы осындай предпринимательствоға, бизнесқа, іскерлікке менде фокусты. Мен өзімді сол жағынан уже таптым деп ойлаймын. Фокус сол жақта. Кез келген бизнес жасағанда кішігірім бір проблемалар болады. Осы бизнесте жиі кездесетін проблемалар қандай? Жиі кездесетін проблемалар ол мысалға крупный товар алып келесің ғой қаладан. Сол кезде мысалы ол жақта тексермей салады. И мына жаққа келген кезде ашасың, именно там фарфорлар ғой ана жақта, солар сынып қалуы мүмкін, керамика сынып қалуы мүмкін. Жолда доставкада жасалған. Сондай жағынан қиын болмаса, и және де бір клиенттердің үйіне барған кезде бір деталь жетіспей қалу деген сияқты. Мысалы, жалпы ол деталь деген біздің көмегімізсіз үйіндегі бір деталь қойса істеп кететін зат та негізі, бірақ вот сондай клиенттер, олар звондайды. Дұрыс ол звондаған. Сендер бірақ толықтай до конца бітіріп бересіңдер. Иә, әрине. Түсінікті. Бізде обиженный клиент жоқ ондай. Болмаған, жалпы болмаған, бәріне. Даже болған жағдайын өзінде барып, исправлять етіп, подаркасын беріп, мәз болып қайттан келетін де болып кетеміз. Недовольный клиент жоқ. Жоқ. Адамдарды қызықтыру үшін қандай реклама түрін пайдаланасың сен? Адамдарды қызықтыру үшін жақсырақ, жақында бізде мына Исықта автошколада светофор бар, білесің ба? Стрелкасын көбісі білмейді. То, что зеленый жаңа кезде бұрыла беруге болады жоқ бізде. Мысалы сол жақты. И менде мынандай ой болған емес, соны істедім, точнее. Афиша жасадым, техника дедім, астына мебельді указать еттім, бірақ артына жаңа светофордан солға бұрылға болатын правиланы жазғам. Сол жақта тұрған адамдар, пробкада тұрған адамдарға тараттық та. Ол адамдар артын оқыды, жүруге болатын білді и алдында реклама болды. Реклама байқалмай қалды. Жоқ, реклама байқалды, иә, жүрді. Ну, типа сондай коллаборация жасады. Короче, креативпен жасалған. Көп рекламаларды видеомен өзім обзор жасап түсірем. Инстаграм ба? Иә. Полностью Инстаграм. В основном реклама Инстаграмда болды. Таргет сондай ма? Иә, 100% ғой, почти Инстаграм. Сен өйткені онлайн бизнес, сен Алматыда в основном сол Инстаграм арқасында ма? Алматыдағы бизнес енді ол онлайн магазин Каспи өзі не қылып тұра береді, Каспи рекламировать етіп береді. Кез келген бизнес жасаған кезде сен бірінші ойын енді доход жасау ғой, а доходтан өзіңе осы бизнестен қандай сыйлық алдың? Пока әлі сыйлық алған жоқпын, бірақ осы жақын арада алатын ойым бар. И в основном мен тапқан пайдамды бәрін өзіне қайттан жұмсадым. Бизнесқа саласың, өзіне салып тастадым. Секрет болмаса қандай сыйлық ол? Секрет көлік. Көлік? Жоқ, жалпы бірінші үйдің ремонты, потом көлік. Жалпы бизнес үстінен бизнес дейді ғой. Осы бизнес арқылы тағы қандай қосымша қалай пайда тапса болады? Именно сантехника бизнес арқылы. Сантехника бизнес арқылы конкурстарға қатысып, тендерлар. Тендерларға үлкен компаниялар. Көп компаниялар бар. Банктер, любой организация, ресторан, кафе, гостиница бәріне қатыса беруге болады. Ол жақтың жаңағы
сен қандай қымбат ресторан болады, сен қымбат товар Оборудование аласың. Иә, оборудование. Қымбат оборудованияда сенде жақсы пайда алады. Маржа көбірек. Маржа көбірек. Вот сондай лайфхактар бар. Ну, лайфхак емес енді, бұл несі ғой. Дополнительный доход, иә. Магазиннан бөлек дополнительный тендерға қатысса болады. Тендерға қатысса. Жалпы осы өзіңнің магазин таныстырып өтсе, сендер қалай қоясың товарларды, ходовой товарлар қайсысы, және бір фишка болса сендер өздерінің фишкаларын? Иә, біз енді фишка дегенде ондай фишка жоқ, өз ойыммен бір құрастырып қойған нем бар. Мысалы, кіре салған жерден бізде сразу душ көріну керек. Душ деген бізде енді үлкен объемный, үлкен заттар, ол ең бірінші көзге көрінеді. Көзге түседі сразу кіргенде. Мына жерде негізі бізде 3 душ тұрады. Қазір біреуін разбирать етіп тастадық, клиентке жіберейін деп жатырмыз. Солай душтар кетеді, и жоғары жақтан сразу төрде мебельдер қойдық. Ну, мебельдер кірген адамдарға еще әдемі көрінеді төрде тұрғанда. Айналары бар. Бірінші келген кезде сразу көз мебельдерге үлкен заттарға түседі ғой негізі. Үлкен заттарға түседі. Дальше бізде мына жерде былайынан унитаздар қойдым ортадан. Унитаздар ортасында, каждыйның ортасында жаңағы нелер, шелектер, мусорный урналар, гладильный доска, сушилка, соларды қойып тастадық. Ну, там адам деген келіп унитаз алып жатқан кезде бір там гладильный доска алу керек еді деген сияқты оймен алады. Болмаса сушилка. В общем, екеуінің ортасына қойып тастаған не ғой? Идея. Өзім бұл негізі бұл структураны сен өзің ойлап таптың ба әлде бір жерден алдың ба сен? Жоқ, өзім фантазияңа байланысты. Фантазияма байланысты. Негізі барлық маркетологтар енді товардың жанына бірдеңелерді қоя береді да. Енді менде де осылай бір маркетинговый ход бұл. Бір маркетинговый ход қой ол. Бұның осы жерде тұрғаны меніңше дұрыс болып. И бұл өтетін товар екен, көзім жетті да. Сол жұмыс істейді. Мына еще бізде кухонный нелер тұр, иә? Иә, бұл жерде кухонный раковиналар. Бұл неге бұл жерге қойылған? Себебі орын тек қана осы жерде болды. И кухонный раковиналарды қойған себебім, бізде мебель, келесі ортадағы зал, мебельный салон, кухня көп алады, кухняның заказы көп. И клиенттер в основном мебельный салон бұндай сатпағаннан кейін мен өзім әкеп қойдым да. Ана кухнядан алады. Кухнясын алғаннан кейін келеді, менен мына жақтан әдемі мойкасын алып кетеді. И соответственно смесительдер. Но сендердің брендтерін емес, бұл сендерге алып келетін поставщик, иә? Біздің поставщиктар. Жалпы сендер осы поставщикпен жұмыс істейсің бе, әртүрлі поставщиктермен? Бізде жалпы бұл мына жақта мебельдің бәрі, менде каталогпен жұмыс істеймін. Мына жақта барлық каталогтар тұр. Каталогтардың бәрі. Адам журнал ашады, қалағанын таңдайды. Қалағанын таңдайды. Мысалы, мебель, мына мебель керек дейді. Біз оны базамен пробивать етеміз, көреміз. Егер болса, 2 күн ішінде кепілдікпен әкеп береміз. Бұл жерде барлық зат. Даже бұл жерде мен саған айтайын, 2,5-2 миллионға дейін шығып кететін мебельдер де бар. Бизнес класстағы мебельдер ғой, енді ол қандай керемет үйлерде тұратын. Ол мебельдің барлығы бар. Сендер доставканы өздеріңіз жасайсыңдар ма? Доставка бізде, иә, өзіміз қаласының ішінде бесплатно. Тегін доставка жасап бересіңдер кез келген жерге? Кез келген жерге. Бірақ истан тыс жерлерде, соответственно, доставкасын ақшасын аламыз. Дополнительный ақша оплата болады. Сендер гарантия бересіңдер ме өздеріңіз заттарларға? Иә, әрине, ол каждый заттың өзінің гарантиясы бар. Мысалға, унитаздардың гарантиясы 10 жыл болады, несіне, жаңағы механизміне. Сондай унитаздар бар. Мысалға, мойкаларға 2 жыл гарантия, мойкалар басқа компанияның 3 жыл гарантия бәріне. Бәріне бар, иә? Гарантиясы бар заттар, ол качественный заттар, да? Біз в основном по качеству жұмыс істейміз. Мына жақта кіреберісте мелочь заттар, осы именно кіреберісте сантехника керек заттар, мелочь заттар неге мына жақта тұр? Жалпы мелочь деген кассаның жанына специально қойылған зат. Кассада төлейді, и төлер алдын мына жақтан көз түсіп кетеді, тағы да заттарға. Дополнительно аласың. Ой, душқа нені аласау керек еді. Негізі байқамайды, бірақ доход осы жақта жақсы ғой негізі. Конечно, мелочь та жақсы.
бұл полностью сенің фантазияңмен жасалған магазин. Иә, Негізі онда ешқандай бір логика жоқ. Логика жоқ. Именно осылай болу керек сантехнический магазин деген. Иә, ондай қағида жоқ. Чисто өзім по вкусу қалай қойдым, солайынан тұр. Түсінікті. Егер былай болса, сен қазір нөлден бастау керексің қайтадан. Сен қалай бастар едің, қандай қателіктерді жібермейтін едің? Финграмотность, финансовый грамотность жағын толықтай жетілдірген дұрыс. Жаңағындай бухгалтерияны бар ғой, хотя бы бәрін болмаса да базовый білу керек. Вот сондай қателіктерден. Потому что басында ақша түсті, құрт тастайсың. Ақша түсті, құрт тастайсың, сондай болуы мүмкін да. Закупқа ақша жоқ. Иә, закупқа ақша жоқ. Чисто ана өзінің товарын ғана аласың да, бірақ оборотқа шықпайсың да. Сол жағын сондай қателіктерімді ескеретін едім. Потому что бөлу керек та. Қайсысын құртуға болады, қайсысын жинау керек, қайсысын товарға салу керек. Сондай қателіктерімді жібермесем. Қазір ондай емес, қазір. Қазір уже өз ретіне келді ме? Қазір өз ретіне келді, қазір более жақсы. Енді мен ойымша солай үйреніп кетеді любой адам. Бірақ қазір бастайын деп жатқан адамдарға лучше сразу осыдан финансовый грамотность пен жаңағындай бір юридический грамотность жағынан мықты болу керек. Өзінің үйіңе сантехниканы қайдан аласың? Өз магазиннен аласың ба или конкуренттерден ба? Әрине өзімнен аламын. Себебі өзімнің жаңа тауарларымның качествосына сенімім өте жақсы. Өзіңе қорықпай аласың. Қорықпай аласың ғой. Өзіңе по-любому качественный нәрсе іздейсің ғой? Обязательно ғой. И клиенттерге де сондай берген. То есть өзіңнің магазинда качество жағынан гарантия бере аласың? Иә, берем 100%. Бізде барлық тауарда гарантиясымен бүткіл тауар Қытай деген жоқ. Гарантия талон бересің. Өзіміз гарантия талон береміз. Бәрі жақсы бізде. Бұл бизнесқа қандай сотрудниктер керек? И осы бизнеста сенің атқаратын функцияң қандай? Бұл бизнеста сотрудниктар жалпы осындай салонға... Сенікінде мысалы? Иә, менікінде 2 консультант кезектесіп істейді. Бір консультант жететін жерге. Бір грузчик, потому что қаптау бар, салу бар машинаға. И үлкен склад болса жалпы. Бізде қазір мына жақта Истағы склад кішкентай, Алматыдағы склад бөлек кішкене үлкенірек та. Ол жақта кәдімгі тек қана завсклад есть. Жаңағы грузчиктермен ғана жұмыс істейсің. 3 грузчик, 1 завсклад деген жақта. Сенің атқаратын мен атқаратын функциям бәрін қадағалау, товарларын вовремя поставлять ету, кішігірім бухгалтериясын істеу. Вообще функциональныйсың ғой бұл жерде бәрін, универсалсың. Рекламасында от грузчика до начальника дейсің ғой? Болады ондай да. Грузчикта боласың, потому что кейбір кезде грузчикті шықпай қалатын кездер болады. Өзің істей бересің. Барлық функцияны атқара бересің? Иә, атқара беремін. Мен түсінгенім бойынша, бұл осы магазиннен бөлек сендерде онлайн бизнес бар, Иә, онлайн бизнес. Сол туралы айтып өтсең. Онлайн бизнес бізде Каспий KZ пен Каспий магазинде. Каспий магазинге салып қойғанбыз. Бірақ ол Алматыда, полностью Алматыны. Өздерің доставка жасайсың, олар интернеттен қарайды, заказ береді, сендер доставка жасайсыңдар, Ол жақта бірақ жаңағындай тоже келіс салынбаған, жаңағы установка дегенде сантехниканың бәрін өздері табады, сантехниктар. Біз чисто поставка апарып береміз. Енді бізден сұрайды кейбір кезде. Сендерде Инстаграм жүресіңдер ме сендер? Онлайнға тағы? Иә, Инстаграм бар. Біздің аккаунт сантехника мечты деген аккаунт. Ол Есік қаласында? Ол Есік қаласында. Тек қана Есік емес, бұл Еңбекші Қазақ ауданы полностью не аламыз. Бір таргет жасағанбыз Еңбекші Қазақ ауданға. И в основном реклама Есік, доска объявлений. Местный пабликтармен жұмыс істейді. И ол жақсы көмектеседі. Кәдімгідей. Есікті жұмыс істейтін не ғой ол? Таргет қой, былайша айтқанда. Обычно таргеттен қарағанда местный пабликтар жақсы жұмыс істейді. Жалпы Каспиймен жұмыс істеу қалай негізі? Өте ыңғайлы. Қазір деген біздің елде в основном адамдар Каспийға кіріп кеткеннен кейін Каспиймен жұмыс істеу ыңғайлы. Просто қазір кейбір адамдар білмейді, Каспийде кез келген адам өзінің маркетін салып, тек қана ана жерден өзінің процентін ұстайды Каспий. Иә. Сен өзің процент. Өз товарыңды рассрочкаға, кредитке бере аласың, бірақ Каспий саған толықтай төлеп береді. Иә. Негізі ыңғайлы Каспий. Өте ыңғайлы ғой. Просто Каспийдің кейбір кезде процент жағынан көп болып кетпесе, а так нормально, жақсы. Тек қана Каспий емес, бізде еще Альфа банк,
басқа банктермен тоже сотрудничество? Халық банкте да бар, Хом банк бар, Евразия банкпен жоқ әлі. Ну, в основном бізде осы кредит жағынан солай. Сантехникадан басқа қандай бизнеспен айналысқың келеді болашақта? Болашақта план өте көп. Хотя бір-екеуін айтып кетсең. Бір-екеуін дейсің бе? Білмеймін, құпия негізі. Бірақ айту керек па? Білмеймін, орындалмай қалатын сияқты да мен өзімде. Ну, көп, ең үлкен бір армандарым бірі ресторан ашу. Ресторан ашу. Өзімнің жалпы. Банкетный ресторан ба или? Жоқ, ондай ресторан емес, ондай. Күнделікті келіп тамашалайтын. Етке байланысты ресторан ғой. Стейк, шашлык. Қалай ойлайсың, Қазақстанда таныссыз бизнес жасауға бола ма? Иә, конечно, жасауға болады. Таныссыз. Мен өзім бизнес таныссыз жасадым. Қаншама достарым бар. Нөлден бастап кәдімгідей қазір үлкен жетістіктер көрсетіп жатыр. Жалпы бизнес бастауға қорықпау керек қой. Тартып алды, тартып алады деген сияқты қорқыныш. Бізде Қазақстанда сондай қорқыныш жоқ. Бәрі идеально болса, документ, НДС, не НДС, бәрін чик жасасаң, ешқандай проблема жоқ. Ешқандай проблема болмайды. Ол қорқыныш қой. Уверен жасай беруге болады. Уверен жасай беру керек қой. Давай қорытындылайық. Осы бизнеспен айналысқысы келген адамға кішігірім өзіңнің советтеріңді айтсаң. Қорықпау, көп жұмыс істеу, көп армандау. Сосын именно осы бизнесқа десек, тауарларды качественно сертифицированы үлкен компаниялардан алған дұрыс, документпен положено, потому что өзінің кейінде өзі де қорықпай сата алатындай болып. Біздің көрермендерге арналған кішігірім конкурсымыз бар. Құрметті достар, осы видеоның астына лайк басып, комментарий жазып, подписаться етсеңіздер, беретін сыйлығымыз 10% жеңілдік. Онлайн болсын, магазинға келіп алса да 10%. Жақсы шанс, құрметті достар, бізге подписаться етсеңіздер, лайк басыңыздар. Сұхбат жақсы болған сияқты, рахмет. Рахмет.